қазір негізгі бағытымыз испан баспалдағына қарай жүру. Күн өте керемет. Шамамен 12 градустай шығар, жылылық. Дәл қазір негізгі бұл көшенің фишкасы, бұл сән әлемдегі әйгілі брендтардың барлығы осы көшеде орналасқан. Әртүрлі жаңағы зергерлік бұйымдармен танымал, немесе киім-кешегімен, әтірлермен танымал, әйгілі италиялық болсын, әлемдік брендтердің барлығы осы көшеде орналасқан. Сондай бір көшелердің қиылысы. Бұл жерде 5 көше қиылысып жатыр. Артымызда көше музыканттары, бәріміз білетін, бүкіл әлем білетін италиялық ән Иличита. Өте әдемі. Біз осы жерден, осы қиылыстан бастап Кондотти көшесімен туп-тура жүріп отырып, испан баспалдағына баратын боламыз. Жолда сән әлеміндегі көшбасшы брендтердің магазиндерін сырттай осылай қарап өтетін боламыз. Жайлап сыртқы терезелерінен әрбір брендті қарап, испанский лексусқа келе жатырмыз. Мына жерде жалғыз осы көшеде бір ғана кішкентай кафешка орналасыпты. Италиялықтар енді білесіз, өте сәнқой, өте сән киінетін адамдар. Гермес бұл жерде әйгілі. Булгаридың енді терезелері өте әдемі. Қараңыз, өздерінің бар кереметтерін көпшілікке ұсынып қойған. Енді мынау адамдарды қызықтырып өзіне шағырып. Булгаридың терезелері міндетті түрде әйел адамдардың назарын аудартып жатыр. Шынымен де мынау өте әдемі көрсетіп қойған. Мына жерде қазір бізде Қазақстандағы жастардың арасында танымал Лора Биано. Испания алаңына жақындап қалдық. Мынау жерде бізде Gucci'дің магазині. Gucci. Мынау жақта Prada. Одан кейін Moncler. Өзінің киім-кешегімен танымал. Мынау жерде бізде Dior.
брендтер орналасқан көше осы жерден аяқталады. Бізде ары қарай Испания алаңы. Испания алаңы Римнің қақ ортасында орналасқан, әйгілі өзінің фонтанымен, қайық кейпіндегі. Ал мынау жерде испан баспалдағы, жоғарыдағы кезіндегі француз шіркеуіне апаратын 136 басқыштан тұратын баспалдақ. Римге келген әрбір адам міндетті түрде бұл алаңға міндетті түрде соғады. Қараңыз, өте әдемі. Бұл жердегі үйлер өзінің сұлулығымен енді қаншама туристі баурап алатын сөзсіз. Мына жерде тұрған құрылғы бұл кеште баспалдаққа тұратын жарық, ал полиция қызметкерлері бұл жерде көз алмай біл Испанияны бақылап тұр. Мынау ступеньканы бақылап тұр. Қазір қараңыз. Не істейді? Ысқырады. Әні ысқырды да, анау жерде отырған адамдарға міндетті түрде нәуір басқыштан немесе оның бағаналарынан түсуді бұйырады. Бұрын бұл жерде адамдар негізінен жаңағы отырып, тынығып, суретке түсіп тағы да басқа нәрселер істейтін еді. Қазір соңғы кезде бұған қатты тыйым салды. Сол себепті қазір бұл басқыштарда немесе оның жаңағы айналасында отыруға мүлде рұқсат етілмейді. Себебі бұл жерде адамдар толып отырып алғаннан кейін жоғарыдан төменге түсетіндерге немесе төменнен жоғарыға көтерілетіндерге кедергі жасап, бұл жерде жаңағы пробка тудырғаннан кейін Рим қаласының әкімшілігі дейік мұндай әрекет жасауға тыйым салынған. Полиция қызметкерлері мұны міндетті түрде осы жерден 24/7 бақылауында ұстайды. Егер талапқа бағынбайтын болсаңыз, айыппұл салады, тағы да басқасы бар деген сияқты. Анау жерде Испанияның елшілігі көріп тұрсыз, желбіреп көрініп тұр. Ол жерде жаңағы Рим қаласындағы Испан елшілігі ежелден сол жерде орналасқан. Бұл баспалдақтардың да испан баспалдағы деп аталу себебі жоғары жақтағы француз шіркеуі мен төмен жақтағы осы испан елшілігін бір-бірімен байланыстыру үшін осы баспалдақ 1721-25 жылдар салынған екен. Ойлап қараңыз, 300 жыл бұрын салынған аты әйгілі баспалдақ. Бұрын бұл қарапайым ғана төбе болған. Ана жаққа шіркеуге бару үшін мына жердегі бірнеше көшені айналып өтіп жоғарыға бару керек болған. Ал қазір туристер ең жақсы көретін керемет орындардың бірі. Енді мына жердегі фонтанға назар аударсаңыз, бұл фонтан бұл Испан лестницасынан одан да 100 жыл бұрын салынған. Яғни 1621 жылы ұмытпай отырмын. Әйгілі итальяндық скульптор Бернини деген бар. Ол туралы әлі де алдағы видеороликтерінде айтатын боламын. Өте құрметті. Әйгілі Леонардо да Винчилармен қатарластыратын жаңағы Бернинидің әкесі Пьетро, по-моему, Бернини салдырған. 1620 жылдар салынған фонтан. Ойлап қараңызшы, 1620 жылдар. Өте әдемі. Байқасаңыз, бұның да ішінде тиындар тасталған. Анау жерлерде жарқырап көрініп жатыр. Яғни туристер өзінің тілегін тілеп төменге тастайды екен. Енді әдеттегідей мусор барлық жерде. Италияда енді ол жағынан шынымен проблема. Осы қазір сіздерге ана жерден испан лестницасын көтерілместен бұрын Испанияның елшілігін көрсетейін, сосын жоғарыға көтерілеміз. Мынау жерде Dior өзінің әтірлерімен, сөмкелерімен танымал. Енді ар жақта да тағы да басқа сәнді магазиндер бар, бірақ оның барлығын қарай алмаймыз. Италияның осы бір орталығына өзінің атын берген әйгілі Испанияның елшілігі Римдегі. Осы жердің испан алаңы, немесе Испания алаңы, анау жердің испан баспалдағы деп аталуы да сол себепті. Сол әлі Испания алаңынан жаңағы сәнді бутиктер орналасқан көшемен келдім. Соның ішінде негіз көрсеткенім бар, мен білем, хотя бы бір рет естідім деген бутиктер ғана. Өте көп. Адам да өте көп, бутиктер де өте көп.
барлық адамдар айналаға қарап тамсанып суретке түсіп жатыр. Өзінің сұлулығымен, әдемілігімен, ерекшелігімен туристерді тартатын орын. Сол себепті адамдар мұнда міндетті түрде соғады. Осымен біздің Кондотти көшесі мен Испан баспалдағына жасаған саяхатымыз осы жерден аяқталады. Римнің әдемі жерлерінде жүздескенше.